Баршаңызға сәлем. Бүгін өте қарапайым, заттары да қолжетімді, әрі оңай, өте дәмді пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен 2 жұмыртқаны жарып, үстіне 3 ас қасық қант салып, кішкене корица саламыз. Корица өте дәмді әрі ароматный иіс береді. Қанты ерігенше жақсылап араластырамыз. 300 грамм ұнға 1 чай қасық қосқыш қосып, жақсылап араластырып, жұмыртқамыздың үстіне салып, осылай араластырамыз. Мұздатқышта қатып тұрған сары майды алып, 100 грамм ұн салып қайтадан, яғни өткіштен өткіземіз. Қоспа жақсылап біріккеннен кейін, яғни осындай қатты қамыр шығу керек. Кішкентай бір бөлшегін бөліп алып, мұздатқышқа салып қоямыз. Қалған бөлігін кез келген табаңызға осылай жаймалап шығыңыз. Салмасына кез келген тосап салуға болады. Бағанағы қамырымыздың қалған бөлшегін үстіне осылай өткіштен өткізіп шығамыз. 180 градус қызып тұрған пеште үсті қызарғанша пісіріп аламыз. Осымен біздің өте оңай әрі дәмді пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Марияш. Ұнаса лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар.